Бүгін мен «Он снова здесь» деп аталатын фильмді түсіндіріп беретін болам. Фильм Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Берлинде басталады. Фюрер Гитлер Кеплер есімді жаттықтырушымен әңгімелесуде. Келесі көріністе ол орманның бір жерінде оянады. Аспанға қараса, жау ұшағы жоқ екен. Аздап демалу керек деп ойлайды. Кенеттен оның жанына бір доп ұшып келіп, дәл қасына келіп тоқтайды. Орнынан тұрып, ол бұталардың артындағы ғимаратқа барады. Үш бала оның қасына келіп, «Сізде бәрі жақсы ма?» деп сұрайды. Гитлер оларға қарап, олар ұлттың болашағы ғой деп ойлайды. Сосын олардан көшеге баратын жолды сұрайды. Осы кезде репортер Фабиан Савацкий балаларды камерасымен түсіріп жатыр. Экранның арғы жағында Гитлер көрініп тұр. Ол әскери қалпағын көтеріп, фюрердің бункеріне бару керек екенін айтады. Гитлер сыртқа шығып, гидроскутермен жүрген адамдарға таң қалады. Адамдар фюрерді қоршап алды. Сосын ол заманауи машинаны қолмен ұстап, комаға түсіп кеттім бе, жеңіске жеттік пе деп өзіне өзі сұрақ қояды. Ол өзінің қандай жағдайда екенін толық білмейтінін түсінеді және көбірек ақпарат жинауды шешеді. Содан кейін ол бір еркектен канцелярия дүкенінің қайда екенін сұрайды. Бірақ оның орнына ол Гитлермен суретке түскісі келеді. Адамдар оның жанына келіп, кезек-кезек суретке түсіріп жатқандағы камералардың жыпылықтауы оның ызасына тиеді. Айналасындағы ерекше оқиғаларды түсінбей, ол бұл жерде бірдеңе дұрыс емес деген қорытындыға келеді. Гитлер кетіп бара жатып, телефонмен неміс тілінде сөйлесіп тұрған әйелді көреді. Ол жақындап, одан қазір қай уақыт екенін сұрағанда, әйел қорқып, оның көзіне перцовый баллонды шашып жібереді. Гитлердің көздері ауырып жылайды, көздері қызарып және көру қабілеті нашарлап кетеді. Ол 2014 жылдың 3 қазанындағы қағазға жазылған уақытты көріп шошып кетеді де бірден жерге құлап қалады. Келесі көріністе телеарнаның бас директоры Карнер Кристоф Сенсеренбергті атқарушы директордың орынбасары ретінде тамаша жұмыс атқарғаны үшін мақтады. Ол оған жоғарырақ жұмысты ұсынады, бірақ оның орнына мисс Катя Беллини есімді басқа қызметкерді басқарушы директор ретінде жариялайды. Осыған байланысты Кристоф ызаланып наразы болады. Ол кеңсесіне келіп, Фабиан есімді режиссерға бүткіл ашуын айтады. Фабиан өзінің бастығын көндіруге қанша тырысқанымен оны жұмыстан қуып жібереді. Біраз уақыттан кейін Гитлер газет дүкенінде оянып, қазіргі датаны сұрайды. Ол бұл шынымен 2014 жыл екенін айтады. Әбіржіген Гитлер дүкенші оны ұрлап кетті ме деп сұрайды және мұның бәрі жаудың арнайы қызметінің айласы ма деп күдіктенеді. Ол жауға жұмыс істесең сені өлтіремін деп қорқытады. Дүкенші Гитлерден жақын жерде деректі фильм түсіріліп жатыр ма деп сұрайды. Ол оны актермен шатастырып тұр. Содан кейін дүкенші оның дәл фюрерге ұқсайтынын айтады. Ал Гитлер оған шын фюрермін деп жауап береді. Осыдан кейін Гитлер түрік газетін көріп, дүкеншіден түріктер туралы сұрайды. Дүкен иесі түрік газеттері көбірек сатылады деп жауап береді. Гитлер түріктердің Берлинде болуына таң қалды. Сосын газетті оқиды. Оқи отырып, ол бұрын соғыста жеңіске жетпегенін, Германияның ебедесіз әйелдердің қолына берілгенін болжайды. Сондай-ақ Польшаның бар екеніне қынжылады және соғыс бекер болды деп қорытындылайды. Осы уақытта Фабиан өзінің футбол туралы репортажын көріп, жұмыстан қуылғанына ренжіп жылайды. Анасы оны тыныштандырып, видеоның артқы жағындағы Гитлерді байқап қалып, видеоны тоқтатуды сұрайды. Фабиан Гитлерге қатты ұқсайтын адамды тапқанына қызығады. Жұмысына оралған дүкен иесі Гитлерден газетті қойып сыртқа шығуын сұрайды. Дүкен иесі Гитлердің киімінің иісі шығып тұрғанынан оны тазалауды ұсынады. Содан кейін ол кір жууға барып формасын өткізеді. Гитлер оларда басқа форма бар ма деп сұрайды, өйткені ол жалаңаш қайталмайды. Әрі қарай біз Гитлердің джинсы мен джемпер киіп газет сатушысына қарай бара жатқанын көреміз. Фабиан болса әйтеуір оны тауып алып дүкенде күтіп отырады. Гитлерге қарап оның сыртқы түріне таң қалды. Фабиан Гитлерден қазіргі Германияда бірге саяхаттайық деп сұрайды. Гитлер келіседі. Фабиан анасынан ақша мен көлігін алып, Гитлермен бірге саяхатын бастайды. Келесі күні ол адамдардың саясатқа деген көзқарасын сұрап, ал Фабиан болса, бұйыртса бұны монтажда фильм жасап шығарады. Бұл Гитлер үшін халықты өзіне тартып, саясатқа кірудің бір жолы. Фабиан актердің рөлге қалай мықты кіретініне тамсанды, ал Гитлер болса өзінің елі қайда бара жатқанына ызаланады. Теледидарда ылғи ақымақтарға арналған бағдарламалар. Көшеде иммигранттар толы. Гитлер кіммен сөйлеспесе де барлығы Германияның өмір сүру деңгейі төмен екеніне арызданады. Фабиан иттердің иесіне интервью алып жатып, бір итті арендаға сұрап жатқан кезде Адольф күшікпен ойнап жатады. Алайда күшік оның саусағын тістеп алады. Гитлер болса тапаншасын алып шығып, оны атып тастады. Бұл жағдай камераға түсіп қалды. Бұдан кейін екеуі ол жерден дереу кету керек болды. Жолда Фабианның ақшасы таусылады. Ол бастығынан жаңа сюжетке ақша сұрайды.
Бастығы болса желі ұстамай жатқандай өтірік көрініс жасап тұтқаны қоя салады. Содан кейін өздері ақша табуды шешеді. Осы кезде Гитлер диктатор болмас бұрын художник болғысы келгенін еске түсіреді. Олар планшетқа келіп адамдарға сурет салып беруді ұсынады. Олар келіседі, бірақ Гитлердің сурет салу онша қолынан келмейді. Оған қарамастан оның назар аударарлық сырт келбеті үшін олар ақша беруге дайын болды. Осылай Фабиан мен фюрердің түсірілімге ақша табу қолдарынан келеді. Гитлер мен Фабиан екеуі саяхаттап жүргенде барлығы қуана-қуана фюрермен суретке түсті. Олар оған өздерінің проблемалары туралы айтып береді және фюрердің қатысуымен түсірілген видеолар желіде көптеген қаралымдар жинайды. Осы жаңалықпен Фабиан өзінің бастығына келеді, бірақ оны Гитлерде елдің алдына шығаруға деген ынтасы болмады. Фюрер конференцияға өзі кіріп кетеді. Осы жерде Катя Беллиниді өзіне қызықтырды және ол Гитлерді рейтингі ең жоғарғы кешкі бағдарламаға қоюды шешеді. Кристоф бұдан Катяны директорлықтан ұшырып жіберуге деген мүмкіндік көреді. Ол юмористерге жаман халыққа ұнамайтындай етіп әзіл жазып беруді бұйырады. Оны Гитлер оқуы тиіс болған. Бірақ фюрер бағдарламаға келіп оған сөз бергенде, ол тексті қағаздан оқуға бас тартады. Бірнеше уақыт үнсіз тұрып, Германияның проблемасын қозғайды. Және Германияның әлсіз билеушілерінің бұл проблеманы шеше алмайтындығын айтады. Ол халықты шабыттандырды. Ол Катя Беллини үшін жеңіс. Тележүргізушілердің наразылығына қарамастан Гитлерді эфирге жиі қояды. Гитлер әртүрлі бағдарламалардан көрінеді. Оны ол жерде есінен адасқан актер ретінде қабылдайды. Алайда фюрерді халық жақсы көреді, себебі ол халықпен басқалар айтуға қорқатын проблемалар туралы сөйлеседі. Гитлерді көрсеткені үшін Фабиан Савацкийді өз жұмысына қайтарады, бірақ оны тек кофе тасушыға ғана алады. Олар оған жұмыс орны босағаннан кейін лезде оны көтеретініне уәде береді. Фабиан Кромайермен кездесе бастайды. Тіпті қыз оны үйіне қонаққа шақырады. Қыз өзінің достары сатанистермен және ауыратын апасымен таныстырады. Ал Гитлер желімен танысу үстінде желіде оны мақтап жатқан блогерлерді және оған жақсы комментарий жазған адамдарды көреді. Фюрер тағы да көшеге шығып, ақылды жастармен сөйлеседі, демократтық клубтарға кіреді. Кристоф әлі де Катя Беллиниді жұмыстан шеттетуге деген ойы басылмаған. Ол прокуратураға есімін жасырып, шағым жазады және прокурор офисқа келеді. Алайда ол оның бағдарламасын мақтап, оған фюрер ұнағанын айтып кетіп қалады. Осыдан кейін Кромайер Кристофқа атылған ит үшін телеканал штраф төлеу керек екенін жеткізеді. Осыдан ол фюрердің итті атып тастағанын және оның атқаны видеода қалып қалғанын да біледі. Кристоф осы мүмкіндікті қолданып Беллини мен Гитлер екеуін бірақ құртып жіберуді шешеді. Фюрер бір бағдарламаға шақырылған. Осы кезде жүргізуші сол видеоны қосып қояды. Көрермендердің бәрі тіпті осындай мықты адамды жануарды өлтіргені үшін кешіруге дайын емес. Кристоф өз көздегеніне жетті. Оны жұмыста көтереді, ал Катяны шығарып жібереді. Гитлер көңілі қалып, Фабианның үйіне келеді. Осында ол өзінің кітабын жазады. Ал Фабиан осыдан фильм түсіруді шешеді. Фильм туралы ол Катя Беллиниға келеді. Катя фюрермен жұмыс істеуге келісімін береді. Адольфтың Германиядағы саяхаты туралы кітабы елінде сұранысқа ие болды. Гитлер қайтадан танымал болды. Ол тіпті өзіне күзетшілерді жалдайды. Осы уақытта Кристофтың басқаруымен телеканал рейтингін жоғалтады. Гитлерсіз бағдарламаларды ешкім көргісі келмейді. Кристоф бұндай жағдайдан қалай шығарын білмей Савацкийге келеді. Ал Фабиан Гитлер туралы бүткіл күшімен фильмін түсіру үстінде. Оның өзін маска киіп алған актер ойнайды. Кристофты ойнайтын да актер бар. Кристоф Фабианға серіктес болуға ұсынады. Ол фильмді жылжытуға уәде береді. Алайда түсірілім үзіледі. Себебі Фабиан Гитлердің қалай пайда болғанын түсіру керек. Фюрер болса, ол қалай пайда болғанын өзі де білмейді. Сонда Савацкий бұрынғы видеоларды қарап, ішінен Гитлердің пайда боларының алдындағы двор буға толғанын көреді. Фабиан осы уақыт бойы Германияның ішінде шын Гитлерді тасығанын түсінеді. Савацкий больницаға келді. Фюрерді неонацистер ұрып кеткен екен, бірақ Гитлерді уже больницадан шығарып жіберген. Ол Катя Беллиниге Гитлердің шынайы екенін жеткізеді. Ол болса Фабианды психбольницаға жатқызып тастайды. Катя шындықтың бетке шыққанын қаламады. Алайда фильмнің аяғы өзгеше шықты. Онда Савацкий фюрерді шындыққа алып шығады, шатырға алып келіп атып тастайды. Бірақ Гитлер оның артынан пайда болып, актер Савацкийге барлығы оның басқаруымен жасалған жаман істер жасалу себебі барлық адамдардың ішінде ызалы Гитлер өмір сүреді және шын Гитлерді атып тастағанымен Фабианның ішіндегі Гитлерден арыла алмайтынын айтады. Фильм өте сәтті шықты, оны бәрі мақтайды. Гитлерді халық қайта жақсы көрді және Катя Беллини өз орнына оралды. Ал Фабиан болса, қалған күндерін психбольницада өткізеді. Достар, видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды және жаңа видео шыққанда өткізіп алмау үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.